Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оның кар арнасына қош келдіңіздер. Көптен бері бұл арнаға видео салмай кеттім. Оның белгілі бір себептері бар. Дегенмен болашақта енді автокөліктерге қатысты, осы автомобиль саласына қатысты жаңалықтарды жүйелі түрде салып тұрамын. Сондықтан арнаға жазылып отырыңыздар. Енді бұндай қайталанбайды деп сенемін. Енді бүгінгі тақырыпқа кірісейін. 1 қыркүйек күні президент жолдауында айтқан болатын, Қазақстанға 1 қыркүйекке дейін кіргізілген шетелдік нөмір тағып жүрген көліктерді 200 мың теңгемен тіркеуге қойып береміз деп. 3 айдан астам 3 айға жуық уақыт өтті, әзірге ештеңе өзгерген жоқ. Қандай көліктер тіркеуге қоюға болады, қандай құжаттар қажет екені әлі нақты ештеңе белгілі емес. Осы аптаның ішінде парламент сенатында мынандай заң жобасы қаралды: салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы дейді. Осы заңның ішінде жаңағы жеңілдікпен тіркеуге қойылатын көліктер туралы мәселе бар екен. Яғни президенттің тапсырмасын жүзеге асыру үшін заңға өзгерістер мен толықтыру енгізу қажет болған екен. 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінген автомобильдерді заңдастыру мақсатында алғашқы тіркеген үшін бірыңғай алымның берілген 300 мыңға жуық автокөлікті есепке қоюға жағдай жасайды. Сондай-ақ осы автомобильдердің бойынша көлік құралдарына салынатын салық жергілікті бюджетте толықтырады. Тұтастай алғанда аталған заң жобасы салық төлеушілерге, мемлекеттік мүдделеріне, сондай-ақ ел экономикасына оң әсерін тигізеді деп есептейміз. Депутаттардың айтуы бойынша осындай жеңілдетілген тіркеуге қою үшін Қазақстанда 300 мың көлік бар дейді. Алайда сол президенттің жолдауы күнінде айтылған мәселенің өзінде оның осы жеңілдікпен тіркеуге болмайтын көліктердің тізімі айтылған болатын. Мәселен, ол қазір тіркеуде тұрған елде тіркеуде болуы керек. Біз білеміз, 88 мың көлік ауада, яғни воздухта жүрген білеміз. Ол Ресейде тіркеуден шығып қалған, бірақ Қазақстанда ресейлік нөмірмен жүр. Одан бөлек кепілде болмау керек, іздеуде болмау керек дейді. Бұл жерде де біраз көліктің жаңағы талапқа сай келмей қалатынын білеміз. Қаншама көлік бізде двойниктер, яғни егіздер Ресейде жүр, тіпті егіздердің екеуі де Қазақстанға кіріп кеткен кездері де бар. Одан бөлек оң жақ рөлді көліктерді тіркеуге қоюға болмайды дейді. Және ең негізгілерінің бірі, жаңағы тіркеуде тұрған көлік сол елден тиісті тәртіппен есептен шығарылуы керек дейді. Осының өзі жаңағы 300 мың емес, бірнеше санаулы ғана көлік қалдыратын сияқты тізімде, менің ойымша. Себебі жаңа айтып өткендей қаншама көлік о жақтан тіркеуден шығып қалғаны бар, іздеуде жүргені бар, кепілде, яғни залогта тұрғандары бар. Одан бөлек Қазақстанға келіп бірнеше еден өтіп кеткені бар. Мысалға, сіз бір приораны мініп жүрсеңіз, сіз оны барып Ресейден өзіңіз алып келген жоқсыз ғой. Енді өздері алып келген адамдар да бар. Ол Қазақстанда екінші, үшінші адамның қолында жүруі мүмкін. 10-шы адамның қолында жүруі мүмкін. Сіз ол көліктің Ресейдегі иесі қай жерде тұратын, оның кім екенін де білмейсіз. Ол жақтан бар тиісті тәртіппен есептен шығару үшін сіз жаңағы приораның нақты иесін барып табуыңыз керек екен. Ол сол жақта тіркеуде тұруы керек екен. Сосын ол кісіге барып аға көкеулеп тиісті тәртіппен есептен шығартып алуыңыз керек екен. Сосын Қазақстанға алып кеп, жаңағы 200 мың теңгесін төлеп тіркеуге қоюыңыз керек екен. Бұның өзі қаншама машақаты бар екенін көріп тұрсыздар. Сондықтан бір тағы да қосымша бір нәрсе ойлап табу керек сияқты. Жаңағы мәселені онлайн тіркеуден шығаруға бола ма екен, немесе бармай-ақ жаңағы тексеруден толық өткізуге бола ма екен. Ішкі істер министрлігі бұған дейін де айтқан болатын. Кез келген көлікті біз сол тіркеуде тұрған елдің ішкі істер министрлігімен бірге толық тексереміз. Яғни жаңағы айтқан талаптарға сай келе ме, жоқ па, соны толық тексеруден өткізіп аламыз деген. Енді тағы да бір мынадай қызықты қараңыз. Көп ақпарат бізде ашық деректерде бар. Мәселен, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының сайтына кіретін болсақ, мына жерде заң жобаларын көруге болады. Осы заң жобаларының ішінде салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер деген бар. Осыны қарайтын болсақ, міне қарауға болады кез келген мәселені. Осы мәселе қазан айының 19 күні мәжілістің отырысында
қаралған екен. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің жалпы отырысында мінекей 19 қазан күні қаралған, мәжіліс төрағасы Қошанов мырза жүргізген екен. Осы ақпараттың ішінде мәселен мынандай нәрсе бар. 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап тура осы жерде жазылған тіркеуге қоюға болатын көліктер 200.000 теңге төлеп тіркеуге қоюға болатын көліктер туралы жазылған екен. Ол Қазақстанға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін енгізілген дейді. Ол мемлекет басшысының 1 қыркүйегіндегі жолдауында айтылған, көтерілген айтып тұр, және ол халықтың өз көлігін атына түсіруіне мүмкіндік береді дейді. Және сонымен қатар бұл негізі салық түсімдерін арттыруға бағытталған мәселе ғой. Мысалы, жаңағы 300.000 көлік деп айтып жатыр. Сол 300.000 көлік, яғни Қазақстанның қоржынына, Қазақстанға салық төлейтін болады. Ал оның механический транспорт, оның тіркеуге тұру тәртібі, оның талаптары және мерзімі дейді, определяется правительством, яғни ол тәртібін және қандай көліктер қашан қойылатын барлығын үкімет өзі шешеді дейді. Заң жобасында тек қана осыны шешуге, мәселені шешуге мүмкіндік берілген, ал талаптарын толықтай үкімет шешетін көрінеді. Ал үкімет әзірге ешқандай ақпарат таратып та, айтып та жатқан жоқ. Ал парламент депутаттары болатын болса, заңды қабылдап тастады, ол президенттің қол қойылуына жіберілді. Енді 2023 жылдың 1 қаңтарынан, яғни жаңа жылдан бастап әлі көліктерді тіркеуге қою мүмкіндігі ашылады. 200.000-ның ішінде кедендік баж салығы бар, утилизациялық алымы бар. Олардың қайсысын қанша, мысалға біреуін 150.000, біреуін 50.000 төлейсіз ба, немесе 100-100-ден бөліп төлейсіз ба, ол да әзірге нақты ашық ақпарат көздерінде жоқ, оның да айтылмаған екен. Одан бөлек қазақстандықтардың көбін мазалап жүрген жаңағы сары нөмірлі көліктер, оларды тіркеуге қоя ма, жоқ па дейді. Менің ойымша олар бірінші кезекте тіркеуге тұру керек, себебі жаңағы тазартудың барлығынан өткен көліктер ғой олар. Мысалы, олар Арменияда сол Қазақстанның азаматының атында тіркеуде тұрған көліктер, олар жаңағы тазартулардың барлығынан өткен, Қазақстанда жүру үшін сертификаттан, яғни қауіпсіздік сертификатын алған көліктер, сондықтан оларды бірінші кезекте тіркеуге қою керек деп есептеймін, мен өзім жеке ойым. Ал нақтысын алдағы күндері Ішкі істер министрлігінен және салық комитетінен ақпараттарды алып, осы YouTube арнаға жүктеймін. Сондықтан арнаға жазылыңыздар, ақпараттардан кеш қалмайсыздар. Бүгінге осы, амандықта жүздесейік.